Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін сіздермен оқушының зейінін ашатын, сабақта зерігіп кетпейтін серікті ойындармен танысамыз. Ең әуелі менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Алма, шие, өрік, банан ойыны. Оқушылар орындықтарды шеңберлей орналастырып тұрады. Және де мұғалім жемістер атауымен әр оқушыны атап шығу керек. Мысалы, алма, шие, өрік, банан деп. Содан кейін мұғалім бір немесе бірнеше жемістің атын атайды. Мысалы, шие немесе алма, өрік деп, болмаса алма, шие, өрік, банан деп. Және де жемісі аталған оқушы орын алмастыру қажет. Ал мұғалім бір бос орынға отырады, және де орын жетпей қалған оқушы жүргізуші болып саналады. Келесі ойын түрі ол айдаһар деп аталады. Оқушыларды сергітіп алу үшін бір-бірінің белін ұстатып тұрғызасыз. Бір оқушы, яғни бірінші тұрған оқушы айдаһардың басы болса, соңындағы оқушы құйрығы болып саналады, және де басы құйрықты ұстап алу керек. Келесі ойын түріміз ол айна деп аталады. Онда оқушыларды жұптасып бір-біріне қарама-қарсы тұрғызасыз, және де партада отырып ойнатуға да болады. Олар біреуі қолдарымен, аяқтарымен, денесімен әртүрлі іс-қимылдар жасайды. Және де оны екінші оқушы айна сияқты қайталауы керек. 1 минуттан соң екеуі орын алмастырып рөлдермен алмасады. Келесі ойын түрі ол арқаға сурет салу. Бұл ойын үнсіздік арқылы жүргізіледі. Оқушыларды тізбектеп бірінің бірінің артына тұрғызасыз, және де ең соңғы тұрған оқушыға бір суретті көрсетесіз. Мысалы, ол гүл болуы мүмкін, алма болуы мүмкін, кітап немесе ағаш болуы мүмкін. Және де сол оқушы келесі оқушының алдында тұрған оқушының арқасына суретті салып, одан кейін солар бір-біріне қарай салып жалғастырып кете береді, және де ең бірінші тұрған оқушы қағазда салған суретін аяқтағаннан кейін мұғалім көруі керек, және де солай ойынды ойнауға болады. Келесі ойын түрі атомдар мен молекулалар деп аталады. Молекулалар атомдардың жиынтығы екені бәрімізге мәлім. Оқушылар сыныптағы бос жерде жиналады, ойынды жүргізуші атомдар деп дауыстайды. Сол кезде барлық оқушы айналып тұруы керек. Одан кейін молекула деп айтқан кезде, молекула 1, молекула 2 деп айтылған кезде оқушылар тізбектеліп жиналып қалады. Жаңағы 5 десе 5 оқушы бір жерде, 5 оқушы бір жерде жиналып тұрады. Және де орын жетпей қалған оқушы ән немесе өлең оқып беру керек. Нәтижесінде құралған топтар сол құрамда парталарға да отыруына болады. Олар сабақты осы құрамда жалғастырады. Осылай әртүрлі зейінді ойындармен баланың зейінін ашуға болады, және де сабаққа ынтасы ашылатын болады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, достар.